Баяғыда Үндістанда атақты суретші болыпты. Ол өзінің таңдаулы суретін алып, халық көп жүретін қаланың орталық алаңына қояды. Қасына қызыл түсті қаламсап қойып, осы суретте кеткен қателіктер болса, оларды қызыл түсті бояумен белгілеп қойыңыздар деп ескертпе жазып қалдырады. Ертеңіне алаңға барып, суретті көрген жас суретшінің көңілі түсіп кетеді. Себебі суретте қате деп белгі қойылмаған бірде-бір жері қалмапты. Осы жайды көрген ұстазы: «Балам, қайғыра көрме. Бар да суретіңді қайта сал. Содан оны баяғы орталықтағы орнына апарып қой. Ескертпе жазуға, осы суретте кеткен қателіктер болса, оларды түзетіп қойыңыздар» деп қоса сал. Және суретпен бірге бояулар мен қаламсаптарды қалдыруды ұмытпа дейді. Шәкірті ұстазының айтқанын орындайды. Бір күн өткен соң алаңға барып, суретке қараса, тап-таза қойған күйінде тұрғанын көріп, қатты қуанып, ұстазынан осы жайды түсіндіруін өтінеді. Ұстазы: «Алғашқыда сен адамдарға, осы суретте кеткен қателіктер болса, оларды қызыл түсті бояумен белгілеп қойыңыздар дедің. Адамдар біреудің қателігін табам десе, тырнақ астынан кір іздейді, аямайды. Көріп отырғаныңдай өмірінде қолына бірде-бір қаламсап ұстап, сурет салып көрмеген болса да, суретіңнің сау жерін қалдырмай сызып қойды. Ал екіншіде сен оларға, осы суретте кеткен қателіктер болса, оларды қызыл түсті бояумен түзетіп қойыңыздар деп ескерттің. Міне осы жерде өмірінде қолына қаламсап алмаған және бірде-бір сурет салып көрмеген адам оны қалай түземек? Сол үшін олардың бірдеңе істеуге дәті бармады. Бір нәрсені түзеу және оның дұрысын жасау үшін білім мен тәжірибе керек. Білім мен тәжірибесі бар адамдар ғана сенің еңбегіңді бағалай алады, солар ғана сенің еңбегіңнің қадірін біледі. Өзі ештеңе білмейтін адам сенің еңбегіңнің қадірін қайдан білсін? Сондықтан бұдан былай өнерді шынайы түсінбейтіндерге еңбегіңді сынатушы болма деп сөзін аяқтапты. Оқы, ойлан, орында. Бір кітабынан алынды.